мынау дінде харам, мынау парыз Иә. деп үкім беріп жатыр, пәтуа беріп жатыр. Ал енді Құранда оған тыйым салынған. Мысалға Құранда мынандай аят бар. Біздің енді ислам тану дәстүрімен бізде аяттың өзі оқылады, сосын мағынасы айтылады. Құранда мынандай аят бар. Астағизу билла. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ деген аят бар. Басталады солай. Сіздер дейді, мына жалған ретінде мынау харам, мынау халал деп айтпаңыздар дейді. Айтпаңыздар дейді. Айтуға құқығыңыз жоқ. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Себебі білімсіз, надандықпен, өтірікпен адамдар мынау харам, мынау халал деп айтатын болса, олар Аллаға жала жабады дейді. Себебі Алланың тыйым салмаған нәрсесіне тыйым салып, рұқсат бермеген нәрсесіне рұқсат беріп, осылай Құдайға жала жабады дейді. Инналлазина яфтаруна алаллахил казиба ла юфлихун. Ал Құдайға жала жапқандар, олар құтылмайды деген осындай аят.